Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар? Жан жиһаны кітабымыздың жалғасын оқитын боламыз. Ғұмырлар арасындағы ғұмыр деп аталады. Екінші тарауға келдік. Екінші тарау аруақтар әлемінің қақпасы. Мыңдаған жылдар бойы Месопотамия тұрғындары көк қақпасы құс жолының аруақтар өзені деп аталатын бұрылысында орналасқан және ажалы жеткен жандар күн мен түннің күзгі теңелісі кезінде хаостың есігінің ашылғанын күтіп тұрады деп сенген. Бұл концепцияға сай реинкарнация не жерге оралу күн мен түннің көктемгі теңелісі кезінде түнгі аспандағы зауза шоқ жұлдызы арқылы жүзеге асады. Субъектілерім ақиқатында рухтар миграциясы әлде қайда қарапайым жүзеге асатынын айтады. Жерді тастап кетіп бара жатқандар бастан кешетін туннель эффектісі аруақтар әлеміне апаратын жол. Рухтар денесін тез тастағанымен аруақтар әлеміне кіру мұқият ойластырылған. Рет-ретімен асықпай жүзеге асырылатын процеске ұқсайды. Субъектілерімнің айтуына қарағанда, кейінірек жерге өзге өмір үшін оралғанымызда, кейінге қайтатын жол әлде қайда қысқа көрінеді. Әртүрлі субъектілер туннельді оның жерге қатысты орналасуына қарай әртүрлі сипаттайды. Кейбір ажалы жаңа ғана жеткендер туннельдің тап денесінің үстінде ашық тұрғанын көрсе, келесілері туннельге жерден үстіне көтеріліп барып кіргенін айтады. Алайда барлық жағдайда жерді тастаған рухтар үшін бұл уақыт мезеті айтарлықтай емес. Төменде бір субъектімнің басынан кешкені келтіріледі. Үшінші уақиға. Дәрігер: қазір денеңізді өлген жерінде тастап, жерден ұзап барасыз. Айналаңызды сипаттап берсеңіз. Субъект: ең басында жер маңында болғанымда самаладай жарық еді. Қазір туннельге кіргесін айналам біршама күңгірт тартты. Дәрігер: туннельді сипаттаңызшы. Субъект: қараңғы, бос туннельдің түбінен жарық көріп тұрмын. Дәрігер: ары қарай айта беріңіз. Субъект: мені бұл туннельдің ішінен өтуге әлде бір күш жайлап тартатындай. Туннель ішімен жүруім керек деп шештім. Бұнда қараңғы дегеннен гөрі бұлдыр десем дұрыс болатындай. Бұл бір... Дәрігер: айта беріңіз. Субъект: мені алға тартып тұр. Дәрігер: иә, туннельдің шетіндегі жарық күшейе түскендей. Сосын... Субъект: жаңағы жарыққа қарай бет алған сайын ол әбден үлкейді. Бір кезде туннельден шықтым. Сыртта жарық аздап көмескіленген. Жеңіл тұманның ішімен жүріп келемін. Дәрігер: туннельден шыққаныңыздан соң айналаңыздың бұлдыр екенінен өзге тағы не сездіңіз? Субъект даусын бәсеңдетіп: бұнда сондай тыныштық, жайбарақаттық. Мен аруақтар әлеміндемін. Дәрігер: тағы не сезудесіз? Субъект: ой, айналамнан ой күшін сеземін. Мен. Дәрігер: бойыңызды әбден босатып, бәрін маған сол қалпында айта беріңіз. Субъект: бұны сөзбен беру қиын. Мен. Махаббат, бауырмалдық, дос-пейілділікті, бір сөзбен айтқанда өзімді күтіп тұрғандар барын сеземін. Дәрігер:
бірдеңеден қорқып, қандай да бір қауіп сезіп тұрған жоқсыз ба? Субъект: қорқып тұрғаным жоқ. Туннельде болғанымда аздап абдырағаным рас. Айналамнан бір қамқорлық ниет сеземін. Олар менің кім екенімді, мұнда неғып жүргенімді білетіндей. Дәрігер: осы қамқорлық қандай да бір көзге көрінетін түрде біліне ме? Субъект: бәсең дауыспен: жоқ. Бірақ ой, ниет үйлесімін сезіп тұрмын. Дәрігер: туннельден шығысымен бұлт субстанциясы пайда болғанын айттыңыз. Сіз сонда жер үстіндегі аспандасыз ба? Субъект: үзіліс: жоқ, олай емес. Мен жер үстіндегі бұлтқа ұқсамайтынның арасында жүргендеймін. Дәрігер: сізге жалпы жер көрінеді ме? Ол астыңызда бар ма? Субъект: бәлки, барда шығар, бірақ мен оны туннельге кіргелі көрген жоқпын. Дәрігер: жермен өзге бір кеңістік арқылы болсын, қандай да бір байланыс сезесіз бе? Субъект: мүмкін, санамда жер жақын сықылды. Жермен байланысты жоғалтқан жоқпын. Алайда басқа кеңістікте екенімді білемін. Дәрігер: қазіргі орныңыз туралы тағы не айта аласыз? Субъект: мұнда бір қарағанда бәрі қимылсыз, қатып қалғандай, қара көлеңке. Бірақ мен ары қарай жылжып, бұл жерден алыстап барамын. Бұл нақты субъект өлім дәмін татып, туннель арқылы өтіп, өзінің денесіз күйіне салыстырмалы түрде алғанда жайбарақат бейімделіп, әруақтар әлеміне өтіп барады. Пациентімнің әуелгідегі беймәлімділіктен кейінгі әсері ол жақтағы оң күй жайдан хабар береді. Әдетте бүкіл субъект осындай сезімде болады. Әруақтар әлеміне жасаған саяхаты барысында туннельден өткен рухтар қақпаны артта қалдырады. Олардың көбі енді өздерінің шын мәнінде өлмегенін, өлген жерлік денесінен құтылғанын түсінеді. Бұны түсіну, қабылдау рухтың өзіне байланысты. Бұндайда құтылдым-ау деген күрсіністен кейінгі керемет, міне, әйтеуір өз үйіме жеттім деу ең жиі байқалатын реакция. Денесінен зулап шығып, өз әуелгі рухани үйіне ұшып баратындықтан, жоғарыда баяндалғандардан еміс-еміс қана хабардар жоғары дамыған жандар да бар. Бұлар бұл тұрғыда мықты мамандар және жерде сирек кездеседі. Әдетте рух бірден кетпейді, ал кейбіреулері тіпті әрең кетеді. Өлген денесімен қалайда байланыс үзбеуге жанталасатындар әдетте бар жоғы бірнеше ғана ғұмырды бастан кешкен, өлген соң да жердегі ортасына тартылуын қоймайтын жас рухтар деп санаймын. Субъектілерімнің көбі туннельден шыққан кезде айналадағы көп нәрсе біразға дейін түсініксіз болады дейді. Мен бұны теософтар камалок деп атайтын жерді қоршаған астрал жоспардың тығыздығынан деп ойлаймын. Осы салаға қатысты келесі оқиға интеллектісі жоғары пациентпен баяндалады. Бұл тұлғаның рухы өз білгенін баяндау барысында форма, түс, вибрация деңгейі сынды мәселелерден білімнің тереңдігін байқатады. Субъектілерім бұндай егжей-тегжейлі сипаттаманы әдетте әруақтар әлеміне тереңдеп еніп, қоршаған ортасына үйренген соң береді. 4-ші оқиға. Дәрігер:
Туннельден ұзап бара жатып, айналаңыздан не көріп тұрғаныңызды барынша егжей-тегжейлі сипаттаңызшы. Субъект: бір қабат-қабат нәрселерді. Дәрігер: қандай қабат? Субъект: пирожный сықылды. Дәрігер: сол пирожныйды мысалға алып анығырақ түсіндіріңізші. Субъект: кейбір пирожныйлардың табаны жалпақ, басы үшкір болып келетінін айтқым келеді. Әрине, бұл туннель ішінен көргенімнен аумайды деп айта алмаймын. Мен жартылай мөлдір, тарам-тарам жарық қабаттарын көріп тұрмын. Дәрігер: әруақтар әлемінде қолға ұстауға келетін тығыз нәрселер бар ма? Субъект: мен соны түсіндіруге талпынып жатырмын. Басында солай көрінгенімен, бұл ондай тығыз субстанция емес. Олар қабаттардан тұрады. Жарық деңгейлері көп қабатты, жіп сықылды өрілген. Бұлар симметриялы емес екен деген ой қалыптаспасын. Тек қабаттардың қалыңдығы да, түсі де әртүрлі екенін байқап тұрмын. Бұлар сондай-ақ алға, артқа қозғалып, ауысып тұрады. Мен жерден алыстап бара жатқанымда, ылғи осыны байқаймын. Дәрігер: неге бұлай екен? Субъект: білмеймін. Дәрігер: сіздің сипаттамаңыздан аруақтар әлемі төменнен жоғарыға дейін тіліктер қабатынан тұратын тік қатар деп елестетемін. Субъект: бұл тіліктер жұмырлау және олар арқылы өткенімде маған қарай иіліңкірегендей болады. Дәрігер: өз позицияңыздан көз салып, ол қабаттардың түсі туралы хабардар қылсаңыз. Субъект: мен қабаттар түрлі түсті деп айтпап едім ғой, олардың бәрі ақ түстің түрлі реңктерінің вибрациясы. Қазір өтіп бара жатқан тұсым өтіп кеткенімен салыстырғанда ашықтау. Қазір айналым тұманданған ақ түсті және туннельдеге қарағанда жарықтау. Дәрігер: осы рухани қабаттармен өткеніңізде сіздің жаныңыз жоғарыға қарай жылжиды ма, әлде төменге ме? Субъект: екеуі де емес. Мен көлденең, көктеп өтемін. Дәрігер: жақсы, онда осылай қозғалып бара жатқаныңызда аруақтар әлемінің қыр бұрыштарын көре аласыз ба? Субъект: үнсіздік. Мен үшін бұл негізінен түрлі түсті вибрацияларда ашық және күңгірт қабаттарға бөлініп, жайылып жатқан бейматериалды энергия. Мені әлдене өзім жылжыған деңгей бойымен ішке тартып жатыр, және ол жайбарақаттанғанымды қалайды деп ойлаймын. Дәрігер: қалайша? Субъект: дыбыстар келіп жатыр. Дәрігер: қандай дыбыстар? Субъект: менің қимылдарыммен үндескен музыканың, жел әуенінің жаңғырығы. Бұл жанды сондай тыныштандырады. Дәрігер: кейбір адамдар бұны діріл сипатты деп камертонның дыбысына ұқсатады. Бұл сипаттамамен келісесіз бе? Субъект басын изеп: иә, тап солай. Сондай-ақ иіс пен дәмді де есімде қалды. Дәрігер: бұл біздің сезім қабілетіміз өлгеннен соң сақталады дегенді білдіреді ме? Субъект: иә, олар туралы жат қоңырау сыңғырындай, сондай әсем әуен, сондай жан тыныштығы. Аруақтар әлеміне саяхаттаған көптеген субъектілерім бойды босатып, тыныштық сыйлайтын музыкалық вибрациялар туралы айтады. Бір дыбыстар жан тапсырысымен естіле бастайды. Кейбір субъектілер денені қалдырысымен
бір гуіл ызылды естиміз дейді. Бұлар телеграф бағандарының қасында тұрғанда құлаққа келетін дыбыстарға ұқсайды. Және меніңше жердің астрал аумағы болып табылатын сферада тұрғанда олардың қаттылығы өзгереді. Адамдар бұндай дыбысты жалпы наркозда болғанда да еститінін айтады. Бұл қатты да қатаң дыбыстар туннельден шыққан соң әуенді бола түседі. Жанды тірілтетін болғандықтан бұл музыканы ғалам энергиясы деп атайды. Субъектілердің рухани қабаттар туралы әңгімелеріне келсек, олар сірә астрал пландарды көріп тұр деп шамалаймын. Метафизикалық кітаптардан жер үстіндегі түрлі пландар туралы көп оқыдық. Үнді ведаларынан бастап көне жазбаларда, сондай-ақ бұдан кейінгі шығыс мәтіндерінде астрал пландары сезуге болатын физикалық әлемнен жоғары көтерілген, біртіндеп әруақтар әлеміне ауысатын кеңістіктер не өлшемдер қатары ретінде бейнеленеді. Медитация кезінде денеден тыс ментал саяхат жасаған адамдар көрінбейтін бұл сфералармен мың жылдар бойы қауышып жүрді. Осы сипаттамаларда баяндалғандай, жердің ауыр вибрацияларынан алыстаған сайын бұл астрал пландардың тығыздығы кеми түседі. Келесі оқиғаның кейіпкері 1902 жылы Чикаго қаласында жүрек талмасынан көшеде көз жұмған адам. Кедейлікте күн кешкен бұл кісінің артында сүйікті әйелі мен кішкентай балалары қалды. 5-ші оқиға. Туннелден шыққаннан кейінгі айналаңызды суреттей аласыз ба? Субъект. Айналамдағы көбік бұлттармен әлі өтіп келемін. Дәрігер. Айта беріңіз. Субъект. Үнсіздік. Мен шықтым. Қандай кең орын. Қандай жарық. Тап-таза, хош иісін айтсаңшы. Бір керемет мұз сарайға қарап тұрмын. Дәрігер. Толығырақ. Субъект. Бұл жарқ-жұрқ еткен кристалл сықылды зәулім ғимарат. Дәрігер. Сіз кристалл дегенде көз алдыма таза түс келеді. Субъект. Мұнда негізінен ақ және сұр түстер. Бірақ алға қарай жүзгенімде жалт-жұлт еткен өзге де түстерді көремін. Дәрігер. Бұл мұз сарайдың ішінен көз салыңызшы, қандай да бір шекара көріне ме? Субъект. Жоқ. Бұл сондай ұлы да тып-тыныш кеңістіктің шет-шегі көрінбейді. Дәрігер. Қазір не сезіп тұрсыз? Субъект. Мен бұдан ары рахаттана алмаймын. Мехди, субъектінің жесірі. Дәрігер. Сізді әлі де Чикагодағы өміріңіз мазалайтынға ұқсайды. Бұл аруақтар әлеміне өтуіңізге кедергі келтіріп тұрма? Субъект креслода отырып аспанға секірді. Мәссаған, алақай. Өзімді түсінетін жолбасшы гидім маған қарай келе жатыр. Дәрігер. Жолбасшы гид екеуіңіздің араңызда не болып жатқанын айтыңызшы. Субъект. Мен оған Мехди мен балаларымды не күтіп тұрғанын біліп алмай, ар қарай жылжи алмайтынымды айтудамын. Дәрігер. Ол не дейді? Субъект. Ол мені тыныштандырып жатыр, бірақ мен қатты қапа болып тұрмын. Дәрігер. Оған не деп жатырсыз? Субъект. Дауысы күшейіп, маған бәрін түсіндіргісі келіп талпынған жолбасшыма құлақ аспай қалай ғана бұған жол бердіңіз? Мехди екеумізді қанша азаптан өткізіп, енді келіп, бір-бірімізден неге айырып алдыңыз, деп кінә тағудамын. Дәрігер. Жолбасшы гидіңіз не дейді? Субъект. Ол мені тыныштандыруға тырысып бағып жатыр.
жақсы жұмыс жасағанымды, енді бәрі дұрыс жүріп жатқанын көре алатынымды айтуда. Дәрігер: оның айтқанын қабылдап жатырсыз ба? Субъект: міне, менің санамда отбасының менсіз өмірге көндігіп тірлік қылып жатқаны, біртіндеп жағдайы түзелгені, түбі біз бір-бірімізбен қауышатынымыз жайлы ақпарат пайда болды. Дәрігер: сонда сіз не сездіңіз? Субъект: сөйтіп мен күрсінеді. Көңілім жайланып, өз-өзіме келгендей болдым. Енді мен алға жылжуға әзірмін. Субъектінің өз жолбасшы гидімен кездесуінің маңызы туралы сөз қылмас бұрын, оның әруақтар әлемін мұз сарай ретінде қабылдауына тоқтағым келеді. Әруақтар дүниесінің ішімен ары қарай жылжыған сайын, субъектілерім ғимараттарды көріп тұрғанын, не жиһаздарға толы бөлмеде екені туралы айтады. Гипноз күйі өздігінен бұндай образдарды пайда қылмайды. Ақылға салсақ, адамдар бейматериалды әлемдегі бұндай физикалық құрылымдарды есіне түсірмеуі керек еді. Жердегі табиғи ортаның сценалары өлімнен кейінгі өтпелі сатының рухтарға арналып жеңіл өтуі үшін жасалған деп болжауға ғана болады. Бұл картиналар әр субъект үшін жеке маңызы бар, олардың бәрі физикалық денесін тастаған соң жер тәжірибесінің ықпалында болады. Жанның әруақтар әлемінде жердегі болған не аралаған орындарына қатысы бар образдарды көруінің өз себебі бар. Бір рухани күш үй, мектеп, бау-бақ, тау, не теңіз жағасы сынды естен кетпес бейнелерді жанымызға жақын жер образдарын тамашалау арқылы тынышталуымыз үшін ұсынады. Әруақтар әлемінің образдары санамызда сақталатыны сықылды, планетамыздың бейнелері де жадымызда ертегі түс сықылды мәңгіге қалады. Субъектілерімде әруақтар әлеміне барысымен пайда болатын образдардың сипаттамаларын тыңдау маған қатты ұнайды. Олар ұзақ уақыт бойы болмаған сүйікті жеріне келгендей болып, жайқалған гүл алқабын, алыста бой көтерген қорғандарды, ашық аспандағы кемпір қосақты көре алады. Әруақтар әлеміндегі алғаш жер картиналары ғұмырдан ғұмырға жекелеген сипаттары болмаса айтарлықтай өзгермейтінге ұқсайды. Субъект әруақтар әлеміне рухани өмірдің сан қырын сипаттай отырып, ендеген сайын оның комментарийлері бір келкі, бір сарынды бола түседі. Соңғы уақиғада әлі толық қалыптасып болмаған рух жерде қалған өзіне ет жақын рух мектеймен тығыз байланыста. Әруақтар әлемінің тыныштандырушы әсеріне қарамастан, кейбір жандар өткен өмірінің келеңсіз жайттарын өздерінде өзгелерге қарағанда ұзағырақ ұстайды. Адамдардың көбі бүкіл жан өлген соң бәрін білетін болады деп ойлайды. Бұлай деу қиын. Өйткені әртүрлі жанның бейімделу кезеңі түрліше болады. Рухтың бейімделу кезеңінің ұзақтығы дүниеден озуының жай-жапсарына, даму деңгейіне орай жаңа ғана аяқталған өміріне байлану дәрежесіне тәуелді. Мен өткен ғұмырлары жас кезінде күрт үзілген субъектілерімнің сөзінен ренішті жиі байқаймын. Бұндай жандар әруақтар дүниесіне оралған соң, сүйген адамдарын аяқ астынан қалдыруға тура келгеніне орай абдырап жатады. Олар өлімге әзір емес. Сондықтан кейбіреулері денесін тастаған соң қайғыға батып қапа болады.
Аяқталмаған істері алаңдатқан жанды өлгеннен соң бірінші болып оның гид жолбасшысы қарсы алады. Бұндай жоғары дамыған рухани ұстаздар өмірден мезгілсіз өткен жандардың ашу-ыза, ренішін қабылдайды. Негізі бұл гидтер аруақтар әлемінің қақпасынан өткендердің ментал түйткілдерін реттеумен айналыспайды. Бұл үшін, яғни өмір мен өлімнің кармалық сабақтары егжей-тегжейлі талдауға арналған орын жайлы кейінірек әңгіме болады. 5-ші уақиғада жерде қалған әйел бала-шағасының болашақ күй-жайы субъектіге ол сапарын көтеріңкі көңілмен жалғастыру үшін жұбату мақсатында визуализацияланады. Субъектілерімнің ой-санасының түрлілігіне қарамастан, олардың өлімнен кейінгі сәтін сипаттауы алдарынан ашылған аруақтар әлемінің ғажайыбына таң қалуға толы. Күйкі тірлік және әсіресе түрлі азаптан құтылғанына орай дауыстарынан эйфория да сезіледі. Басқасын былай қойғанда, аруақтар әлемі рух адам айтқысыз жан тыныштығын сезетін орын. Бір қарағанда ажалымыз жетісімен жалғыз қалатын болып көрінгенімізбен, шын мәнінде біз қолдаусыз, оқшау қалмаймыз. Біздің әрқайсымызды энергияның көзге көрінбейтін саналы қуаты бұл қақпадан алып өтеді. Аруақтар әлеміне келген жанның жан-жағына алақтап не істерін білмей, не боларын білмей, бейхабар жүруге уақыты аз болады. Оны гид жолбасшы, жақын жуық дос жарандары қақпа алдында алда бәрі жақсы болатынына сендіріп, жайма шуақ махаббатпен қарсы алады. Осы дос пейілді қауымның қолдауы өлім сәтінен бастап білінеді. Жанның жаңа дүниеге бейімделуі де осы дос жақынның арқасында жүреді. 3-ші тарау. Үйге оралу. Ажалымыз жеткен соң қарсы алатын дос пейіл аруақтармен кездесудің маңыздылығына орай олар бізді қалай таниды деген сұрақ туындайды. Субъектілерімнің бәрі жан, энергия шоғыры бола тұра, оның адами белгі сипаттары бар екенін айтады. Яғни, бір-біріне қандай да бір өміріндегі келбет пішінінде көріне алады. Және бұл форма сыртқы пішіннің сан алуан нұсқасының біреуі ғана. Кейінірек 6-шы тарауда жанды ерекшелендіріп тұратын тағы бір белгі, әр жанның өзіне тән түс аурасы туралы әңгіме қозғаймыз. Субъектілерімнің көбі аруақтар әлемінде көретін алғашқы тұлға жеке гид жолбасшысы екенін айтады. Алайда ғұмыр аяқталғанда бізді ет жақын жанда күтіп алуы мүмкін. Гид жолбасшы мен ет жақын жан бір ұғым емес. Егер дүниеден озғанда алдынан бұрынғы туысы не досы күтіп алса, жанның тұрақты гиді осы кезде қастарында болмауы да мүмкін. Сірә, ол бұл кезде жақын маңда жүріп, жаңадан келіп жатқанға қатысты мәселелерді сырттан реттеп жүреді. Келесі уақиғада аруақтар дүниесі қақпасынан жаңа өткен субъектімді көптеген өткен ғұмырларында тығыз байланыста болған тәжірибелі тұлға күтіп алады. Пациентімнің әуелгі гиді болмаса да, бұл ет жақын жан жаңадан келіп жатқанды қамқорлықпен қарсы алды. 6-шы уақиға. Дәрігер, айналаңыздан не көріп тұрсыз? Субъект, тап-таза, аппақ құммен жүзіп келе жатқандаймын. Дәрігер, сізді біреу қарсы алып жатыр ма? Субъект, үнсіздік. Мені өзімді жалғызбын деп ойлап тұрғанмын. Бірақ, міне, бір жарық маған зымырап жақындап келеді. О, Құдайым-ау! Дәрігер, ол не? Субъект тебірене.
бұл менің Чарли көкем ғой, дауыстап. Чарли көке, мен мұндамын. Дәрігер: неге сізді тап осы жан қарсы алып жатыр? Субъект сұрақты құлағына ілмей: Чарли көке, сізді қаншалықты сағынғанымды білсеңіз ғой. Дәрігер: неге сізді тап осы жан қарсы алып жатыр? Субъект: себебі бүкіл туыстарымның ішінен оны бәрінен артық жақсы көрдім. Ол менің кішкентай кезімде, субъектінің бұрынғы өмірінде, Небраскада тұрған кезде қайтыс болды. Дәрігер: бұл жанның Чарли көкеңіз екенін қалай білдіңіз, оны қандай да бір белгісінен таныдыңыз ба? Субъект толқығаннан қозғалақтап кетіп: әрине, ол менің жадымда қалған сол бұрынғы мейірімді, көңілді, сүйкімді қалпында сықылықтайды. Дәрігер: сіз неге күлесіз? Субъект: Чарли көкем дәл бұрынғыша топ-толық. Дәрігер: ол әрі қарай не істеп жатыр? Субъект: ол күлімсіреп маған қолын созып жатыр. Дәрігер: қолын созса, демек оның денесі болғаны ма? Субъект күледі: иә десе де, жоқ десе де болады. Ол қолын менің ойымда қалқып жүріп созуда. Дәрігер: ол неліктен сізге қолын материалды түрде созады? Субъект үнсіздік: маған осылай дем беріп, ары қарай жарыққа жетелегісі келеді. Дәрігер: сіз не істеп жатырсыз? Субъект: екеуміз бірге жүріп, фермада шөмеле маңында қалай ойнағанымызды еске алып келеміз. Дәрігер: ол сізге ойыңыздағы осының бәрін көруге осылайша мүмкіндік беру арқылы өзін танытқысы келеді ме? Субъект: иә, мен қорықпас үшін соңғы өткен өмірімде қандай болсам сол қалпында көрінді. Ол аяқ астынан болған ажалымнан әлі есімді толық жиып болмағанымды біледі. Субъект жол-көлік апатынан қаза тапты. Дәрігер: сонда өткен ғұмырларымызда ажалды қанша рет бастан кешіргенімізге қарамастан, әруақтар әлеміне үйреніп болғанша, өлімімізден соң іле-шала қандай да бір қорқыныш сезе беретін болып тұрмыз ғой, иә? Субъект: бұл күйді қорқыныш дегеннен гөрі алаң деп атаса дәлірек болады-ау. Мен әр ғұмырымда ажалымды түрлі жағдайда бастан өткердім. Бұл жолы автокөлік апаты тіптен аяқ астынан болды. Ішкі дайындығым болмаған. Бұл апаттың сұмдығынан әлі өзіме келе алмай жатырмын. Дәрігер: мақұл, әр қарай кеттік. Чарли көкеңіз не істеп жатыр? Субъект: ол мені баруға тиіс жаққа бастады. Дәрігер: 3 дегенде сол жаққа барамыз. 1, 2, 3. Онда не боп жатқанын баяндаңыз. Субъект ұзақ үнсіздік. Онда жан жағымнан дос-пейіл адамдарды көрудемін. Олар менің өздеріне қосылғанын қалайтындай. Дәрігер: осы бағытпен жүруді жалғастырыңыз. Олар сізді күтіп тұрған сияқты ма? Субъект: иә, мен бұлармен бұрында бірге болғанмын. Үнсіздік. Жоқ, кетпеші, тастамашы, мен... Дәрігер: не болды? Субъект: көңілі босап, Чарли көкем кетіп бара жатыр. Ол неге кетеді? Дәрігер: мен арнайы әдіспен субъектімді тыныштандырып алып, диалогты қайта жалғастырдым. Өзіңіз ақылға салып қараңызшы, Чарли көкеңіз неге сізді тастап кетіп бара жатыр? Субъект: бұрынғыдай емес, сабырмен, бірақ өкінішпен. Оның қазіргі мекені басқа.
Ол мені қарсы алып, мында ертіп әкелу үшін ғана келді. Дәрігер: сонда Чарли көкеңіздің міндеті дүниеден озған сізді бірінші болып қарсы алып, өзіңізге келгенше қасыңызда болу. Иә, қазір өзіңізді үйіңіздегідей жақсы сезінесіз бе? Субъект: иә, сондықтан да Чарли көкем мені осы жандардың қасында қалдырып кетіп қалды. Аруақтар дүниесінің бір ғажабы, өміріңіздегі қымбат жандарыңыз өздері жаңа денеде өзге өмірді сүріп жатса да, сізді қалай да қарсы алып, қолдау көрсете алады. Мен бұны кейінірек 6-шы тарауда түсіндіремін. Содан кейін 10-шы тарауда жанның жерде бір мезгілде бірнеше денеде болу қабілетіне де тоқталамын. Әдетте, жан аруақтар әлеміне келгенде жердегі тіршіліктің ой мен бойды езген қысымы азаяды. Бұның екі себебі бар. Біріншіден, аруақтар әлемінің тап-тұйнақ тәртібі тастап келген өмірімізге дейін қайда болғанымызды есімізге түсіреді. Екіншіден, жерде дүние салғаннан кейін көреміз деп ойламаған адамдарымызды жолықтыруымыз бізге қатты әсер етеді. Міне, тағы бір уақиға. Жалғасы бар.